Мамандардың айтуынша, ер азаматтар тәулігінде сол 4000 сөз сөйлейді екен, 4000-дай. Ал әйел адам 21000 сөз сөйлейді екен. Қанша сөйлейді екен? 21000 сөз. Алла Тағала солай қылып жаратқан. Сізді күтіп отыр ол. Тәтті тамағыңыз жасап берді. Қазір күйеуім жұмыстан келіп қалады. Келгеннен кейін мен ананы айтамын, мынаны айтамын. Көп 21000 сөз жинап отыр ғой сізге. Сіз 4000 сөздің бәрін көшеде удалить етіп, қызылыңыз жанып келдіңіз үйге. Онымен сөйлесуге сізде не жоқ? Единсеңіз біткен бәрі. Қатын тыныш отыр, берсең асыңды дұрыстап бер, бермесең бермей-ақ қой, маған тыныштық берді, телефонмен бөлмеге кетесіз, болды. Сөйтіп әйеліңіз бүгін 21000 сөзді сөйлей алмады, ертең тағы да сонша қосылады оған, қанша болады? 42000 сөз. Осылай кете берсе бүгін жарылады ол. Сосын келесіздер, әйелін тыңдамай жатыр, үйде жанжал болып жатыр, Емеке не айтасыз? Өзің кінәлісің ғой соның бәріне. Соның бәрін басынан бастау керек еді.